Саламатсыздар, құрметті студенттер. Діни антропология сабағымыз бойынша бүгінгі тақырыбымыз философия адамның өлімі мен мәңгілігі туралы сабағымызды қозғаймыз. Яғни өткен танатологияның жалғасы болып табылады. Өткен сабағымызда біз өлім туралы көп айтып кеттік, бұл туралы жан мәселесінде көп айтып кетеміз. Өлімнің қарастыратын тақырыбымыз өлімнің рухани жетілуі, соңғы діннің тәжірибе ретінде жанның мәңгілігі, метемпсихоз және өлгендердің тірілуі туралы теологиялық антропологиялық түсінік. Философия адамның мәңгілік туралы, діни антропология, философиялық антропология адам өмірі мен оның өмірлік мақсат туралы. Жалпы қайсы бір өмірден өлімнің аяқталатын баршамыз білеміз. Бұл дүниеге келгеннен кейін уақыты келген кету керек. Ал ол бізге тәуелді емес, қолымызға тұрған ол табиғи заңдылық. Адамзаттың мыңдаған жылға созылған өмір тәжірибесі бірде-бір өлген адамның тіріліп өмірге қайта келгенін көрсеткен жоқ. Әсіресе жақын адамдардың бұл дүниеден кетуі біздің дүниемізде ауыр жаралар қалдырады. Енді біз оларды ешқашан көре алмаймыз, іштегі сырымызды айтып бірге қуанып, сонымен бірге қайғы қасіретімізді бөлісе алмаймыз. Бәрі де өткен шақтың қойнауында кетті. Сол сәтте біз өзімізге тағдыр күтіп тұрған үрейлене аңғарамыз. Сонымен қатар біз ақыл ой таразысына мәңгілік өмір сүру мәселесін салсақ, онда оның адамға берілген ең ауыр жаза екенін байқауға болады. Өйткені егер адам шексіз өмір сүре берсе, ондағы еш мән мағына қалмайды. Шексіз өмір жөніндегі ой-өріс бүгінгі күннің ашынған өзекті мәселелеріне немқұрайлы қарау тудырып, қоғам өмірі мелшиіп орнында тұрып қалар еді. Мәселе терең қарағанда өмірдің мән мағынасы болуының өзі өліммен бітетінде болса керек. Яғни бізде мынау қазақ дүниетанымдағы үлкен нәрсе бар. Қазақ дүниетанымдағы үлкен бір түсінік бар. Тұздың астың тағамын тұз келтіретін болса, өмірдің сәнін өлім келтіреді дейді. Ащы өлім келтіреді дейді. Өмірге өткен сабағымыз айтқанда, өлім мәселесі ол адамда жауапкершілікке жетелейді. Расында біле білген адамға өмірдің шектелгені, әрбір күн мен жылдың, минут пен сағаттың бағалауға, тиімді жұмсауға итереді. Өйткені өмірден ешқандай байлыққа сатып алуға болмайды, бірақ оны бір ғана өлшем бар, ол ұлы мәртебелі табиғаттың, болмаса Құдайдың әр адамға берген өмір жасы, яғни уақыты. Бұл дүниеде бірде-бір жасалған ұлы нәрсенің істеген адамдар әрине өз өмірінің шектелгенін біліп, сондықтан да асығып, соны үлгерсем екен деген ой үмітпен оларды аяқтады демес пе. Егер ол мәңгілік өмір сүрсе, оны үлкен ұлы істерді бастамас еді. Антидәуіріндегі стоиктер өлімді есіңнен шығарма деген болатын. Оның терең мәні өз өмірінде іс-қимыл басқа адамдарға деген қатынасын айтындайды. Мысалы, егерде өмір шектеулі болмай, бұл жерде айтып жатқан өмір шектеулі болмай, мәңгі болатын болса, мысалы, біздің өмірге негізгі құндылық, аксиологиялық құндылық, мысалы, Орта Азияға, өзіміздің салттағы құндылық, бала шағаны жетілдіру. Ол қызыңды, ұлыңды ұя, қызыңды қоя қондыру. Ең үлкен мақсаттың бірі, мысалы, балаңды қайратым қайтқанша аяққа тұрғызу деген мәселе. Яғни сен өзің қартайғанша бала шағаң аяққа тұрғызсаң, бұл былайша айтқан кезде өмірдің қысқа ғұмырда істеп кеткен бір үлкен іс әрекетіңді іске асыру, бұл адамға былайша айтқан кезде бақытқа келтіреді, бақытқа жетелейді. Егер де бұны сен істеуге талпынбасаң, өмірің мәңгілік болатын болса, яғни сенің өміріңде мән жоқ деген сөз. Бұндай өмірлік бағытты ұстану адам өміріндегі қайсы бір оқиғаны терең сезініп, тебіренуге, мейлінше мазмұнды өмір сүруге әкеледі. Жайшылықты өмірде байқалмайтын кішігірім нәрселерден көңіл бөліп, дүниенің ғажайыптығы айқындалып сезіледі. Бұл дүниеде қайсы бір тіршілік формасы, соның ішіндегі адамды бір ұрпақта екінші ұрпақта ауыстырып өмірін жалғайды. Табиғаттың даналығы осында. Соның арқасында алға өрлеу, даму бар. Ар адамның өлімді, адамның жүрегі мен тынысын тоқтап, санасын өлшеумен деңгейді. Дегенмен де адамның кейбір жақтары әлі де болсын талай күнде тіршілік жасайды. Мысалы, адамның сақал мұрты, шашы, тырнақтары толығымен еткенше өсе береді. Егер адамның жүрек қысылып өсіп оның миына қан құйылса, ешкім танымай өзіндік санадан айырылғанымен талай айлар төсек тартып қала береді. Енді кейбіреулер бар, адамға тірі өлік дейді, живой труп, яғни деген ат береді. Ол уақытында Платон философиялық ғылымында абыроймен өлуге үйретеді дейді.
мысалы абыроймен өлуге үйретеді. Мысалы абыроймен өлуге мысалы біз мынау тірі өлік дейді, яғни мақсатсыз, яғни жалпы биологиялық өмір сүріп жатқан адамды айтады. Яғни өмірінде ешқандай мән жоқ, мағына жоқ. Жалпы айтқан кезде тек қана олардың мынау биологиялық қажеттілік бар, тамақ жеу деген сияқты биологиялық қажеттіліктері бар. Ешқандай мақсат, мән мағынасыз өмір сүруді жалпы айтқан кезде бұл ғалымдар тірі өлік дейді. Ал енді абыроймен өлу дейді. Абыроймен өлудің мынау мысалы абыроймен өлуді бұл былайша айтқан кезде мынау қазіргі біздің Платонның абыроймен өлуімізді біздің тілмен айтқан кезде мынау айтады, ақтөсекте бала шағаның алдында бала шағаң жетілдіріп ұлыңды ұяға қызыңды қияға қондырып ақтөсекте өлу, бұл қазақы дүниетанымда абыроймен өлу дейді. Абыроймен өлім деп айтады. Ал енді мынау бұны кейбіреулер өмірінің жартысын гүлге қонған көбелек сияқты өткізіп, 40-қа келіп ақылы тоқталған кезде өз алдына өмірлік мақсаттар қойып асыға істей бастайды. Бірақ бұл жағдайда ұлы мәртебелі табиғат олардың аяқтауға рұқсат бермейді. Яғни бұл жерде айтып жатыр, 40-қа оралдың балында ойнада көл принципін ұстанып, мәңгілік жаңағыдай бойдақтық өмір кешкеннен кейін ол 40-қа келе ме, 50-ге келе ме үйленгеннен кейін ары қарай ұлы табиғат аталған мақсатына жеткізбейді дейді. Яғни бұл жерде бала шағасын жетілдіре алмай, болмаса қандай да болса мақсатты бағындыра алмай өліп кетуде бұл жаңағыдай абыройсыз өлімге алып келеді. Бұл жерде Платонның айтып отқаны. Ондай өмір өлер алдында бұлқан талқан болып бүкіл ағайын туғандарды тік тұрғызып көп жағдайда азапқа салады. Онда адамдар өлер алдында әттең-ай деген өкінішпен келіп, сол аянышты сезіммен өмірден кетеді. Екіншілері өлім үрейін аттап өтуге діни сенім көмектеседі. Олар тәні болмағанымен жан дүниеге мәңгі өмір сүреді деген үмітпен өмірмен сүреді. Үшіншілері бұл күйбең өмірді ішіп жеу, ойын сауық құру, әр сәттен ләззат алудан басқа еш нәрсе жоқ деген өмірлік бағыт ұстанады. Бірақ оқтын мешітке барып, кім біледі, мүмкін алда бар шығар деген ой кейде оның жүрегін сыздатады. Садақа беріп, намаз оқытады. Бірақ бәрібір ол болашақ өлімнің мұздаған лебінен құтыла алмайтынын жаны түршігеді. Енді Платон айтқан философиялық дайындағы бір адамға келсек, ол өзінің өмірін бүкіл табиғатын ғарыштың өмірімен байланыстырып, өзін телей теңіздегі бір ғана тамшы ретінде сезеді. Ол оны үлкен тебіреніске әкеліп өлім өмірдің соңындағы келетін заңды табиғи үрдіс екеніне көз жетеді. Онда адамды өлім үрейлендіре алмайды. Бесінші адамды өз табиғаттарының шеңберіне тырысып, бағыт өмірдің шаттығына, зардабына да толығынан да басынан өткізіп, бұл өмірде өзіне із қалдыруға жолында бар күшін аямай жұмсап, өлім алдындағы өмірден шаршаған сияқты сезіммен келеді. Ол өзінің өмірін толығымен аяқтайды. Ешқандай өкініш жоқ. Орындалмаған арманның болғанына өзінде ол оны табиғи заңдылық ретінде түсінеді. Ол нағыз адам. Ондай адам жұрттың есінде мәңгілік қалады. Яғни қазақта айтқандай, ғалымның қаты өлмейді, жақсының аты өлмейді деген дейді. Ғалымның қаты өлмейді, яғни бұл нағыз адамның негізгі мұраты. Яғни артында мәңгілік мұра қалдырып өледі. Батыс университетінде менбелердің аутоназия дейді. Яғни мәселе қызу талқыланады. Ол орыс әдебиетінде бұл термині эвтаназия дейді. Яғни бағана айтқан эвтаназия. Яғни бұл өлім мәселесінде өмірлік азаптардан құтылу үшін өз-өзіне қол жұмсауға рұқсат беру, өтініш қабылдау және оны іске асыру болып табылады. Яғни өмірден жалыққан адамдар дейді. Өмірден бұлар автоназияның көп жағдайда бірінші мынандай болады. Бірінші ол өмірдің жанға берген тән ауруынан қашу арқылы өз-өзін өлтіруге өтініш білдіру. Екіншісі өмірден жалыққан дейді. Яғни өмірде бүкіл нәрсені көре отырып, жалпы өмірден жалыға отырып, өлімге ерікті түрде бару. Яғни осы екі жағдайда келеді. Және бұл нәрсе әсіресе батыс елдерінде қолға алынып жатыр. Жалпы Голландия елінде парламент деңгейінде автоназия ол заң қабылдау, ол іске асуда, айтқанымыздай. Жалпы енді жан мәселесіне келетін болсақ, жан мәселесінде жаңағы өткен сабағымызда айтып кеткенде, жан мәселесі көптеген ғалымдардың екі сұрағы бар. Жан мәселесіне ақыл, адам сана жанда бола ма, әлде тәнде бола ма? Егер де ақыл жанда болатын болса, жаны бар нәрсенің жануарларда
болмаса қандай да болса өсімдіктер де олардың да жаны бар, бұлар да ақылды болу керек. Егер де тәнде болатын болса, ақыл тәнде қалып кететін болса, бұл адам оқып не керегі бар дейді. Сонда ақыл сұрақтың өзі сұрақпен бітетін сияқты. Ақыл тәнде бола ма, жөнде бола ма сұрағымыз, яғни бұл жерде ақыл емес, адамда ерік болады. Яғни ерік мәселесі, яғни жанды да тәнді де ақылды қылуға үлкен бір мүмкіндік десек те болады. Аталған мәселеміз бойынша, мынау жан мәселесі бойынша, тән мәселесі бойынша біздің ұлттық идеологияға кішкене мән берген дұрыс. Себебі мысалы мынау өлім мәселесі ұлттық санамызда бұл қайту деген мәселемен, көбінесе қайтыс болды деген мәселемен келтіріледі. Яғни мынау Раббысына қайтты, Раббысына қайтты, ой дүниесін беріпті деген сияқты үлкен мәселелермен біздегі мынау өлім мәселесі бұл көбінесе діни дүниетаныммен негізделеді. Жалпы назарларыңызға рахмет.